Дәл қазіргі уақытта шомылу маусымы қызған шақ. Бөрлі ауданы төтенше жағдайлар бөлімінің қызметкерлері сақтық шараларын күшейтуде. Суға түсу кезеңі басталғаннан бері облыс бойынша 36 жазатайым оқиға тіркелген. Соның ішінде 2 адам суға батып бақилық болған. Қайғылы оқиғалар көбіне суға түсуге рұқсат етілмеген жерлерде тіркеліп отыр. Және өкінішке орай соның 2 адамы біздің ауданда орын алған. Өткен жылдың дәл осы кезеңде Бөрлі ауданында суда апаттар тіркелген жоқ. Ауданда судағы қауіпсіздік айлығы 24 шілдеден басталып отыр. Бұл айлықта аудан әкімі мен аудан төңірегіндегі су қоймаларында адамдардың өлімін алдын алу жоспары бекітілді. Жыл сайын төтенше жағдай бөлімінің мамандары кезекті қауіпсіздік ережелерін таныстырса да, адамдар оқыс оқиғаларға тап болып жатады. Адамдардың суға кетуінің басты себебі суға түсуге арналмаған жерлерде ішімдік ішіп шомылу болып отыр. Сонымен қатар ересектердің балаларды жеткіліксіз бақылауы. Балаларға келетін болсақ, бір ғана себеп бар, ол заңды өкілдері мен басқа адамдардың тарапынан балаларды жеткіліксіз бақылауда болуы. Біздің қызметкерлер жергілікті ауылдық округ әкімдері, жергілікті полиция қызметі рұқсат етілмеген шомылу орындарында рейдтер өткізіп тұрамыз. Рейдтер кезінде біз су қауіпі туралы адамдарға жеткізуге тырысамыз. Судағы қауіпсіздік туралы және табиғаттағы өрт қауіпсіздігі туралы ескертулер таратылады. Су көзінің түріне қарамастан судағы жүріс-тұрыс ережелері мен қауіпсіздік шараларын білу және міндетті түрде сақтау қажет. Қазіргі кезде мамандардың арнайы рұқсат етілген жерлерге шомылуға ғана рұқсат. Биылғы жылы жоспар бойынша маусым айынан басталып тамыздың соңына дейін жалғасады деп күтілуде. Мамандар қауіпсіздік ережелерін сақтауға шақырады. Жайнагүл Жеңісқызы, Тимур Төлепбергенов, Азамат Бабақожиев, Қарашығанақ арнасы.